Келесі 670-ші есебіміз 629 санын көбейтеміз 31 санына. Көбейтіп алайық баған түрінде 9 болады, 2 болады, так 6 болады. Ал 3 санына көбейтетін болсақ 7 болады, 2 ойда, 6 ойдағымен 8. Көбейтсек 18-ге тең болады. Қосындысын алайық. 9, 9, 4, 1 ойда. Так, 9 түсіремізде 19 болады. Сонда 19.499 санына тең болады. Енді осы баған түрінде шығарған есептерге қарап, мына бір көбейтінділердің нәтижесін табайық. Біріншісі 62,9 көбейтілген 31 саны. Өтірді жоқ деп есептеп, нәтижесін көбейткендегін алатын болсақ, 19.499 болады. Енді үтірді орналастырайық, яғни үтірден кейін бір ғана сан бар. Үтіріміз мына жерде орналасқан. Сонда 1949,9-ға тең болады. Яғни үтірден кейін бір ғана санды белгілейміз. Келесі екінші есебін шығарайық. 629 көбейтілген 3,1 тең. Нәтижесін тағы жазып аламыз. Өтірден кейін бір сан бар. Яғни 9-дан кейін өтір қоямыз. Нәтижесі бірдей болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 62,9 көбейтілген 3,1 тең. Нәтижесін жазып алайық. Өтірден кейін 2 сан орналасқан. Яғни 2 саннан кейін өтір қоямыз. Сонда нәтижесі 194,199 болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 6,129 көбейтілген 3,1 тең. Нәтижесін жазып алайық. Үтірді орналастырайық. Үтірден кейін 3 сан бар. 1, 2, 3 қоямыз. Сонда 19,499 болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 0,131 тең. Үтірден кейін 3 сан бар, бізде. Сонда 194-те 99 санын орналастырамыз. 3 саннан үтірден кейін 3 сан болу керек. 1, 2, 3 санды қойдық. Келесі 6-шы 29 көбейтілген 0,031 тең. Үтірден кейін бізде 5 сан болу керек. Сонда бізде 19,499 дейміз. Үтірден кейін 5 сан болады, яғни 0-ді тіркейміз. Сонда 19,499 болады екен. Келесі 7-шісін шығарайық. 0,629 көбейтілген 0,131 тең. Үтірден кейін тағы 5 сан болу керек. Сонда нәтижелері бірдей болып қалады екен. Егер үтірден кейінгі санға үтір қояр кезде жетпесе, 0 тіркеп қоямыз. 8-шісі 6,129 көбейтілген 0,0031 болып тұр ғой. Сонда нәтижесі көбейтіндісі 19,499 деймізде. Өтірден кейін 6 сан қою керек. Значит, мына жерде 1 сан болады. Тағы бір 0 қойып тіркейміз. Келесі 9-шысын шығарайық. 629 көбейтілген 0,0031. Сонда өтірден кейін бізде 6 сан орналасып керек. Сонда 0,20 тіркейді екенбіз. Одан кейін 19,499-ға тең болады. Келесі 671-ші есептің біріншісін шығарайық.
1,3 көбейтілген 1,2 тең баған түрінде шығарайық. 1,3 көбейтілген 1,2. Көбейтудің нәтижесі 6-ға тең болады, 2 болады. Так, 3, 1, 6, 5, 1. Үтірді қоятын болсақ, 2 саннан кейін қоямыз, сонда 1,156-ға тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 2,7 көбейтілген 5,3 тең деп қоямыз. 2,7 көбейтілген 5,3. Так, 21-ге тең болады. 2, 6, 7, 8 болады. 35, 5 қоямыз. 3 ойда, так, 10, 13 болады. 1, 3, 4, 1. Сонда үтірін орналастыратын болса, 2 саннан қойық. 14,131-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 1,128 көбейтілген 4,9 тең 1,128 көбейтілген 4,9 деп қоямыз. Көбейтудің нәтижесі 72-ге тең. 2-ні қоямыз. 7 ойда 18, 25 болады. 5 сетте 2 ойда 9, ойдағымен 11. Енді 4 санын көбейтейік. 32, 2 түседі. 3 ойда, так, 8, 11. 1-ді қоямыз. 1 ойда болады. 5 болады екен. Енді қосындысын алайық. 2, 7, 2, 6. Үтірден кейін бізде 3 сан бар. Сонда 6,272 тең. 6,272 болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 0,467 көбейтілген 2,4 тең көбейтіп алайық. Көбейтіндісі 28 тең, 2 ойда 24, 25, 26. 16, 18, 1 ойда 1 болады. Енді 2 санын көбейтейік. 12, 13, 1 ойда 8, 9 болады. Так, 0 болады екен. Енді қосындысын алайық. 8, 0, 1. Так, 2, 1, 10, 11 болады. Сонда үтірден кейін бізде 1, 2, 3, 4 сан бар. Сонда 1 бүтін 10 1208-ге тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 18,2 көбейтілген 6,1 тең 18,2 көбейтілген 6,1 дейміз. Так, 2-ге тең болады, 8-ге тең болады, 1-ге тең болады. 2, 1. Так, көбейтінің нәтижесі 9-ды қоямыз. 0, 1-ге тең болады. Енді қосындысын алайық. 2, 0, 1, 11. Сонда 111-ге тең болады екен. Үтірді қоятын болсақ, 0-ден кейін, 0-ден бұрын. Сонда 111 бүтін 100-ден 2-ге тең болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 2,3 тең 9,105 көбейтілген 2,3. Так, 5 болады, 1 болады. Екеуінің көбейтіндісі бізде 27-ге тең болады екен. Келесі 2-ні көбейтейік. 0, 1, 1-ді түсіреміз. 18 болады. Қосындысына 5, 1, 8, 0, 1, 2 болады. Енді үтірден кейін 3 сан жылжытатын болсақ, 20,815-ге тең болады екен. Келесі 7-шісін шығарайық. 11,107 көбейтілген 0,163 тең баған түрінде көбейтейік.
Сонда көбейтетін болсақ 1 2 ойда оны 2-ге түсіреміз. Так, 3 болады. Келесі 2 6-ны көбейтетін болсақ 2 болады. 4 болады. 6-ға тең болады екен. Сонда қосындының нәтижесі 0-мен бөлетін болсақ, оны санамай қойсақ та болады. Сонда нәтижесі 1 4 7 9 6 болады. Өтірден кейін 4 сан бар. 6 бүтін 10-нан 9741-ге тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 29 бүтін 10-нан 1 көбейтілген 4 бүтін 10-нан 5 тең. Баған түрінде көбейтейік. 4 бүтін 10-нан 5. 5 санын көбейтсек 5 болады. 45 5 4 ойда. Так, 10 14 болады екен. 4 көбейтетін болсақ 36 3 8 10 1-ге тең болады. 5 9 0 1 3 1. Өтірден кейін 2 сан бар. Сонда 130 бүтін 195-ге тең болады екен. Келесі 9-шысын шығарайық. 0 бүтін 10-нан 782 көбейтілген 1 бүтін 10-нан 4 тең. Так, 8 32 3 ойда. Так, 4 28 31 болады. 3 ойда болады. Тағы да 3 түсіреді екенбіз. Келесі 1-мен көбейтетін болсақ 2 8 7 0 болады екен. Қосындысын алайық. 8 4 9 10-ға тең болады. Енді өтірді жылжытатын болсақ 4 саннан кейін 1 бүтін 10-нан 948-ге тең болады.